Сәлем достар, келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Көптен күтіп қалдыңыздар. Көптен болды жаңалықтардың жаңа лектерін хабарлап үлгермедік. Не өзгерді? Соңғы 1,5 айдың ішінде жасанды интеллектіге қатысты бүкіл ақпараттардың барлығымызға бір қалыптасқан күнделікті жаңалық сияқты болып бара жатыр. Себебі өзімізге түсінікті, барлығына хайп керек, әркімнің өзіне қойған, алдына қойған мақсаттары бар. Әсіресе күнделікті сандық әлемде өмір сүретін адамзат баласы үшін бұл бір қарқыннан қалып қалмау үрдісі сияқты көрініп жатыр. Сондықтан бұдан қалған адам өзін бір дүниеден құр қалғандай сезінеді. Сондықтан екі сөздің бірі AI болып жатыр. Сондықтан таң қалмаңыздар. Бұл бізді неге әкеледі деп барлығымыз айтамыз ғой. Бұл нәтижелі бір шаруаларға әкеледі. Қарқынды әртүрлі өзекті мәселелерге тиесілі бір нәтижесін беретіндей іс-әрекеттер жасаса, олардың көп таңдауы болса, солардың ішінен пайдалы және де шығыны жағынан өте тиімді болатын болса, бұл әрине адамзаттың қолданысына тез кірісіп кетеді. Және де соңғы кезде OpenAI-дің және де бізде көп байланып жүрген Perplexity-дің және Elon Musk'тың жасап жатқан Grok, олардың барлығы соңғы версияларына қарап отырсақ, көп мүмкіндіктер кезінде про версияларына, арнайы бизнес лайт версияларына қарағанда көп мүмкіндіктер береді. Енді олардың барлығы о жақта бір оңай, жеңіл, тез орындалатын мүмкіндік болғандықтан, оны тегін және де алғашқы ең бір минимальный тарифтарына кіргізіп жатыр. Бұл адамзат баласына, қарапайым адамдарға не береді? Ол арнайы болмаса да күнделікті өзінің өмірінде көп сұрақтарға жауап тауып бере алады. Өзімде соңғы кезде байқап жүрмін, ата-аналарымыз әр сұрақты бұрын іздеп таппай жүретін. Мысалы қарапайым Google'дан, мысалы Google поисктан бүкілді қазіргі мысалы Android телефондарда Яндекс болғандықтан Яндекс браузерлердің Яндекстің поискісынан қарап отырған кезде түсіне алмайтын. Өйткені ол жерде барлығына арнайы ссылкаларды береді. Бұл адамды сол ссылкамен барып ол ақпаратты ол жерден оқып, танысып, оны түйіндеп, одан кейін шығып алып қайта біреумен салыстырып деген сияқты. Ал чаттарда жасанды интеллектілердің, олар осы қарқынды істердің барлығын кем дегенде мысалы бір 10 шақты ақпарат көзінен салыстырмалы түрде бір түйін жасап береді. Ол адамға тез ақпарат алып, тез бір түйін жасап барып, содан кейін барып ары қарай әрекет жасауына көмектеседі. Сондықтан өте пайдалы. Ол жағынан ешкім қарсы емес деп ойлаймын. Бірақ бұның бір мәселесі бар. Соңғы 5 жылдың мәселесі адамзаттың, әсіресе жастардың, қалай айтсақ болады, концентрация, арнайы бір мәселеге болсын, бір тақырыпқа болсын, түбіне дейін өзінің уақытын, назарын аударып ұстай алмайды да, тез болу керек. Соңғы кезде байқап жүрмін, көп адамдар айтып жатады, мысалы, алысқа бармай осы маңайымыздағы адамдарды да. Айтысына қарағанда бұрынғыдай 1,5 сағаттық қарапайым көркем фильмді де көре алмайды. Ол әрине экшн болу керек. Не болмаса қандай да бір жеңіл түрде психологиялық андай
қиял ғажайыптармен араласқан болса, адамды былай тарта алады да. Оның өзі жаңағы адамның концентрациясын ұстап тұру мәселесіне байланысты. Ал бір мағыналы, түпкілікті бір әдемі сөздермен ойға салып, әрбір 5-10 секунд сайын бір түйінделген бір ой салып отыратын қарапайым әңгімелі көркем фильмдерді, сериалдарды көруге адамдардың шама-шарқын жетпей жатады. Себебі жаңағы концентрацияны ұстай алмау. Ол көркем еңбектердің нашарлығынан емес, көрушінің осындай қабілетінің төмендеп кетуіне байланысты. Бұл ол кінәрат қылып жатқан іс емес, бірақ бұл шындық. Өйткені адамдар бұрынғыдай кітап оқып, көп назарын ұстап отыру мәселесін кішкене сырып тастап, тезірек ақпаратты алып, тез қозғалу болады. Бірақ философиялық тұрғыдан алып қарасаңыз, сол қарқын, үрдіс, асығыстық әрине жастар үшін, сол технологияны өндіруші, жетілдіруші ортаға үшін ол қажет әрине. Бірақ қарапайым халыққа бұған соншалықты назарын аударып, өте күнделікті өміріне кірістіруге әлі ерте деп ойлаймын. Өйткені бұның түпкілікті не пайда болатын, қандай бір өзіңізге нәтижелі шешім қабылдауға көмектесе алатындығын сіз өмірдің уақыты өте келе оны өзіңіз бір түйіндейсіз. Ол әркімнің таңдаған мамандығына байланысты, өмір сүру салтына байланысты, осының барлығына ықпал етеді. Әлде сондай өмір салтқа таңдауымен жүрген адамдарға кейбіреуіне қажеті де жоқ. Өткенде бір қызық айтып отыр, дәрігерге бардым дейді, бүкіл жаңағы өзінің мәселелерін айтып, сырқаттың қандай анализдерінің нәтижесін барлығын беріп бүйтіп отырған кезде дәрігер әрине қазір барлығы қағазға жазбайды, компьютерде отырып жазып отыр дейді. Содан кейін бәрін тыңдап болғаннан кейін, содан кейін сізде осындай болуы мүмкін, сіз осындай нәрсе істеуіңіз керек деп айтты дейді. Ал ол кісі, жас үлкен кісі, алдын ала ChatGPT-ға сол өзінің айтқан жаңағы анализдерінің барлығын жүктеген кезде дәл ана кісінің айтқан нұсқауларын алдын ала біліп алған. Содан кейін шығып айтады дейді, мына дәрігер ештеңе білмейді, барлығын ChatGPT-ден айтып отыр деп. Сондықтан бұл бұрынғыдай маманды адамдарды таңдау мәселесіне әкеледі. Бір екіншіден бұрынғы еңбектеніп 30-40 жыл бойы қандай да бір саланың түбіне жетіп, соның өзінің нәтижесі, тәжірибесінің арқасында бір түйін қабылдаған адамдардың осы еңбектерін бағалау қиынға түседі. Бұл жерде тағыдан өзіміздің халық ауыз әңгімесінен тараған, осы кісіге барып едім, осы кісі дұрыс екен деген әңгімеге қайтадан алып келеді. Сол кезде бұл ақпараттың өте көптігі бір жағынан адамдар үшін күнделікті өмірді қиындатып жіберді. Бұл енді біз өзіміз ересектер тұрғысынан көбінде көзқараспен қараймыз да, ал бірақ енді жастар үшін өмір сүру өте қиын. Мысалы әсіресе алғашқы мүшелік жасынан өтіп жатқан жастар 25 жасына дейінгі аралықта осындай ақпарат, осындай көп көлемді үрдістердің тез болып жатқаны олар үшін өте ауыр. Өйткені қылаяғы бір түйінделіп, ол адам ғылымды саланы зерттеп, кем дегенде бір жарты жыл уақытын арнап, бірнеше еңбекті оқып, олардың түйіндеген ойларын бір-бірімен салыстырып, ол өзіне қабылдап, ол өмір салтына
қалыптасып болғанға дейін ол уақыт керек, жарты жылдан артық. Ал сізге жарты сағаттың ішінде сол жарты жылдық бүкіл нәрсені беріп тастайды да, сіз жарты сағаттан кейін өзіңізді ерекше бір білімді маман, және де қалай айтсақ болады, барлығын білетін менменшіл адам құсап сезініп кетесіз сырт көзбен қарағанда. Бірақ сізде ол жарты жылдық уақыттан өткен әрбір нәрсені түйінге қабылдап, кемсін, жақсы жағын өзіңізден сұрыптап, сүзгілеп өткізбегендіктен жарты сағат, әрине жарты сағат. Сіз жарты сағаттан кейін келесі жарты сағатта басқа нәрсеге кетіп қаласыз. Осының бәрі ақпарат миға бара береді. Өмірден өткен Эйнштейннің өзі бір 5% миын ғана пайдаланды дейді ғой, мысалы. Ал жай адам оған жете алмайды. Өйткені ақпарат құртылмайды да, тек қана кіре береді. Қабылданған, қайталанбаған дүние мида тоқтамайды да, ол соны сүзгіленбей өте береді. Содан кейін қазір көп адамдардың ұмытшақ болатын себебі де сол. Бүкіл жаңа психологияда дәлелденген, адам оқығаннан кейін 15 минуттан кейін басында оқып шыққанның бір нәтижелі түйінін қорытындылап апарып қағазға жазу керек. Одан кейін бір күн өткеннен кейін сол жазғанын оқып, алдағы ойды қайтадан жадынан шығарып, қайтадан ойына салып, одан кейін 15 күн өткеннен кейін қайтадан қайталау керек. Сол кезде сіздің миыңызда ол көп уақытқа дейін сақталып жүреді. Ал сіз ойлап көріңіз, 3 секунд, 5 секунд өтіп кеткен нәрсені сізге миыңызда қалу үшін әртүрлі социальный сеттер сізді қайталап күніне бәленбай рет көрсете береді. Одан сіз жалығасыз, бірақ ол ешқашан сіздің миыңызда қалмайды. Адам өз 23 секундқа дейін назарын ұстап тұра алады. Сол уақытта толық қорытылған нәрсені жеткізіп үлгерсеңіз, сол жерде сақталып қалады. Одан кейінгісі артық ақпарат болады да, адам қабылдамай бастайды. Оның көп зерттеулері бар, оның бәрін түпкілеп жатсақ. Бірақ енді жасанды интеллект осы кезде қандай да бір өмірді жеңілдетуге адамдардың мына қалың қағаз басты қылған әртүрлі жүйенің реттеуіне байланысты тоқтатылған бір заңнамалар, протоколдардың негізінде жұмыс істейтін орталарда бұл алгоритмге салынған дүние ғой. Соны автоматтандырып, сізге тезірек ұсынып, адамды уақытын үнемдеп, арлы-бері жүргізбей, бір терезеден ақпаратыңызды беріп, соны алып, істейтін әрекеттеріңізді істеп, қажетті құжатыңызды алып, аударатын ақшалай нәрселеріңізді аударып деген сияқты осының бәрін істеуге ол тиімді. Оны істеген дұрыс. Бірақ осының ар жағында тағы да бір нәрсе жатады. Хаосты автоматтандырмау керек. Ол автоматтандырылған хаос болады. Сондықтан алгоритмін дұрыс түсінікті қылып алған дүниені ғана автоматтандыруға болады. Сосын да бір қызық болады. Көп жерде байқап жүреміз, мысалы, арнайы қаражат бөлінеді, соған сәйкес осындай системаны орындау керек дейді. Ол жасанды интеллектіне енгізіп, соны істегеннен кейін ол қарқынды пайдалану керек. Оның бәрі шоғырланып бір жерге ұйымдаспағандықтан, мысалы, бір саланың адамы 5-6 сондай жүйеде отыруы мүмкін. Сол кезде ол адамның күшін қайтадан сол жаңағы әртүрлі системаларға кіріп жұмыс істеуіне мәжбүрлейді. Бұл қажеті бар ма деген нәрсе бар. Өйткені бұл үрдіс негізінде адамсыз жүру керек. Жұмыс үрдісі
тұтынушы адам келіп өзінің сұранысын, қажеттілігін айтып, не болмаса енгізген тұстан бастап, ол жүйеде автоматтар барлығы сұрыптап, әртүрлі базадан барып ақпаратты әкеп, қолы қойылып, жаңартылған ақпараттарды өзгертілген барлығын салыстырып, сізге нәтижелі түрде ақпарат беру керек. Бұл жерде ешқандай адам қатыспау керек. Өйткені ол ақпарат нақты, әрбір жүйеге енгізілген, уақытында енгізілген. Мысалы, салыстырып көрейік, мысалы, салық төлеушінің әрбір ай сайынғы берген отчеттарының барлығы ол уақытында сол жерде фиксация болған. Енді сіз оны барып қолмен қазып, оны ашып көріп, анамен салыстырып отпайсыз. Ол жүйе өзі барлығын істеп, ең соңында ұсыну керек. Медицина саласында да сондай келіп отырған аурудың бүкіл мәселесін әртүрлі системадан іздеп, қай жерде қандай анализ тапсырылды, қай күні барылды, мысалы оның алынған анализдері, кеудесінің МРТ-ден өткен, флюродан өткен ақпараттарының барлығы ол жеке бір өзінің базасында жатады. Өйткені ол егер цифрландырылмаған болмаса, ол ақпарат ортақ бір базаға түспейді. Сондықтан ол әр адамның ақпаратын аннан іздеп, мындан іздеп отырады. Ол ондай болмау керек негізінде. Ол соған аппарат, оған қарқынды жұмыс істеу керек. Сол үшін бірталай қаражаттар бөлініп, үлкен шаруалар қолға алынып жатыр. Бұл бір күнде болатын шаруа емес, әрине. Енді осы мәселелердің барлығы кезінде, мысалы, IT саласындағы жүрген адамдардың арасында біраз қалжыңда болды. Біз IT маманы ретінде AI бүкіл салаға кірген кезде біз қажеттілігіміз болмай қалмай ма деп. Ол әрине барлығына қорқыныш болды, бірақ бұл қажеттілік бар. Өйткені жасанды интеллект сізге код жазып беруге көмектеседі, бірақ сіз үшін толыққанды архитектурасы тұрғызылған, қауіпсіздік жағы ойластырылған, іске асырылған, тек қана ойластырылып қалмай, жаңағы жеке адамның ақпараттары басқа базада сақталған, оның репликациялары жасалынып, қауіпсіздік үшін бірнеше дата-центрге бөлінген деген сияқты, кіруші, бұзушы адамдардың жолын шектеу мәселесіндегі әртүрлі аутентификациялық системаларды реттеу, осының барлығы сіз үшін жасанды интеллект істей алмайды. Қайткен күнде адамның тұжырымдамасы керек. Осыны осылай істеуің керек, саған мен мынаған мүмкіндік берем, сен соған кіресің, әкелген кезде осындай ақпаратты әкелесің дегеннің барлығын адам істей алады. Өйткені әрбір жүйеге өзін-өзі верификациялап авторизация жасалыну керек. Ол мәселеге келген кезде жасанды интеллект әлі ерте. Енді соңғы кездегі мәселе болып жатқан, мысалы, бұрынғы криптовалюталарда блокчейн технологиясымен істелініп жатқан әртүрлі койындарды кэшрейттермен өндіріп алып, оны цифрлы ақшаға айналдырып жатыр. Осы мәселесі кезінде көп дата-центрлер тұрғызылған. Бұның жаңағы децентрализованный дейді ғой, бір ортаға шоғырлағандықтан оны көбі қабылдай алмайды. Өйткені ол жерде бақылаушы барлығы. Бізде қалай жүйе қалыптасып үйренген, біздің өзімізді өзіміз үйретіп алған жүйеміз бар. Мысалы, елді мемлекет басқарады, оның басқарушы органдары бар, заңын жазушы бар, заңын орындаушы бар, заңды ұстанушы бар, заңды ұстанбаушы бар деген сияқты, сол сияқты. Ал децентрализованный деген блокчейн технологиясында ол жерде бәрі басқаша. Барлығы бақылайды, бәрі бір-бірін бақылайды.
әркімге мүмкіндік бар. Артық кеткен заң бұзушылықтардың, теріс пиғылдардың барлығы, то есть барлығына да көрініп тұрады. Ешкім жасай алмайды. Ал бізде қалай? Біреу хабарлап оны зерттеп заң алдында дәлелдемейінше ол заң бұзушы болып саналмайды. Сол сияқты осы блокчейн технологиясына, криптовалюталарға арналған дата-центрлердің көптілігі қазіргі салынып қойған, жаңа салынып жатқан Stargate, мысалы, үлкен кластерлік суперкомпьютерлардың Америкада. Осылардан 10 еседен артық дата-центрлері бар. Олардың мүмкіндігі өте көп. Олардың өздерінің инфраструктурасы бар. Электр энергиясын салқындату технологияларын барлығын пайдаланып отырған. Ол жұмыс істеп тұрған. Олар бірақ әр 5-6 жыл сайын техниканың ескіруіне байланысты оны жаңарту керек. Осы үрдіс кезінде басқа есептеу процессорлерін алмастыру мақсатында инвестиция тартып, осы жақта қазіргі GPU серверлердің процессорларын осы жаңағы блокчейн криптовалюталарда майнит ететін процессорлермен ауыстыру мақсатында үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Өйткені бұл тиімді, тез ауыстыруға болады. Ал егер қазіргі технологиямен салып жатқан дата-центрлардың, әсіресе мына GPU серверлермен, олардың көп энергия қуатын пайдаланады. Мысалы, қарапайым дата-центрлердегі бір стойка дейді, сол бағанға орнатылған әртүрлі серверлер болады. Қарапайым біз қалыптасқан, үйренген соңғы 20 жылда біз білетін осы бір стойкадағы пайдаланатын қуат электр энергиясы 1-3 киловатт. Ал GPU сервер орналасқан осындай бір стойканың бағанның 130 киловаттқа дейін қажет етеді. Сонда бұл ондай қуат энергиясын пайдаланған кезде ол жерден шығатын жылу энергиясы да өте көп. Осыны салқындату, бұған кететін электр энергиясы, әрі сол серверлердің әрқайсының арасына бір-бірімен ақпарат алмасуы, оның өзі үлкен қуатты қажет етеді. Соңғы жарты жылда стартаптар пайда болды. Америкада осы дата-центрлердегі серверлердің бір-бірімен ақпарат алмасу үрдісін, технологиясын өзгертудің нәтижесінде айына 30-45 миллионға дейін долларды үнемдеуге болады деген жаңа технологияны теориялық тұрғыда дәлелдеп, енді соны іске асыруға дайындалып жатыр. Бұлардың инвестиция құйып отырған өзіміз білетін жаңағы Nvidia, OpenAI, AMD барлығы инвестиция құйып осыны күтіп отыр. Бұл көптеген мәселені біраз азайтады, электр қуатын үнемдейді, шығатын жылуды азайтады. Сосын болатын нәтижесінде әрине біздің әрбір чат GPT-де не болмаса жаңа Grok'та, Gemini'де жазатын әрбір сұранысымыздың құны арзандайды деген сөз ғой әрине. Әлі сол сұранысыңыздың жер шарына келтіретін зияны да азаяды. Адамдар соны ойламайды. Мысалы, менің қазіргі сіздермен бірге байланыс видео арқылы сөйлесіп отырғаным, мен электр энергиясын пайдаланам. Сіз электр энергиясын пайдалану арқылы соны көресіз. Ол электр энергиясын өндіруші орын көмір, отын, атом энергиясын жағады. Одан шығатын әртүрлі зиянды заттар болады. Оларды қазып алады. Ол жердің астындағы қаншама газды нәрсенің барлығы жер бетіне шығады, ауаға араласады деген сияқты. Әрбір нәрсенің өзінің ар жағында бір минусы болады. Осы жағын ойлау керек. Өйткені жер бізде біреу,
ол әрбір ғасырдан ғасырға өткен сайын жаңарып жатқан жоқ. Ол өзін өзі реттеп, өзін өзі жаңартады, бірақ ол тіршілік көзін құрбандыққа шалады. Өйткені бүлдіруші де, өндіруші де сол жердің бетінде тіршілік етуші дер ғой. Ол адам баласы ғана емес, жануар, табиғат, ағаш, жеміс жидек деген сияқтылардың барлығы. Кезінде дегенде тарихтың, геологиялардың зерттеу бойынша қаншама жердің астында қалған көмір кезіндегі ағаштың қалдығы деген сияқты. Осындай нәрселерді ойлау керек адам баласы үшін. Біз күнделікті күйбің өмірде ондайдың барлығын ойластырмаймыз. Бір қалыпты жағдай сияқты қабылдап жүре береміз. Осы жерде де айтатын нәрсе, мысалы қазіргі ұрпақ осының барлығын көріп отырған кезде келесі 30 жылдан кейін олардан қандай нәтижелі ой түйіндеген адамдар пайда болады. Айта берсең, бұндай әңгімелер өте көп. Жасанды интеллектіге байланыстырып келемізде, көбінде әңгіменің барлығы адамзаттың, адам баласының технологиямен, өмірдегі бір-бірімен, табиғатпен, өз-өзімен деген байланысының нәтижесі, қорытындысы болып келеді ғой. Сондықтан қашанда әрбір әрекетіңізді ойланып, сараптап жүргеніңіз жөн болар. Бірақ көп ойға кетпеңіз. Ойдан ой туады дейміз, бірақ ой түпкілекке түсіріп жүрмесін деп, қашанда сіздермен ой бөлісіп, ақпарат бөлісіп, пайдалы іс болсын деп сіздермен хабарласып отырамын. Келесі кездескенше.